Маңғыстау өңірінің жағдайы менің ерекше назарымда. Мемлекет басшысы қызметіне кіріскен кезде де ең алдымен киелі Түркістан мен Маңғыстауға бардым. Өңірдің бәріне бірдей арнайы даму жоспарын қабылдаған жоқпыз. Маңғыстау жұртының тіршілігін жақсартуға арналған жоспар өңірдің дамуына айрықша мән беретініміздің айғағы. Қазіргі таңда мұнай-газ секторының ел экономикасындағы орны ерекше. Сондықтан бұл салаға қатысты атқарылып жатқан жұмыстарды жіті бақылап отырамын. Біз мұнайға бай мемлекет ретінде қолда бар әлеуетімізді мейлінше тиімді пайдалануға күш саламыз. Еліміздің экономикасы нығая беру үшін қолданыстағы жобалардың мүлтіксіз жұмыс істеуі маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Құрметті Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамының ұжымы, қадірлі мұнайшылар. Сіздерді компанияның 60 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Маңғыстау мұнайының тарихы 1961 жылдан бастау алады. Сонау Жетібай жерінен атқылаған алғашқы мұнай бұрқағы еліміздегі жаңа бір ауданның аяққа тұрғанына негіз болды. Бүгінде Маңғыстау мұнай-газ еліміздегі мұнай және газ өндіруші кәсіпорын ретінде аты дүниеге танымал алпауыт компаниялар мен иық түйістіре алатындай дәрежеде. Ел өміріне келбетті өзгерістер енгізу баршамызға ортақ міндет. Осы тұрғыда кәсіпорынның мұрындық болуымен облыс көлемінде атқарылған игілікті істерде аз емес. Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамының әлеуметтік саясаты аясында аймақтың инфрақұрылымын дамытуға, әлеуметтік инвестициялық жобаларды іске асыруға демеушілік жасап, материалдық көмек көрсетіп келеді. Бүгінгі мейрам күні Маңғыстау мұнай-газ мұнайшыларын кәсіби мерекесімен құттықтай отырып, абыройлы міндетті жүзеге асыру жолында баршаңызға қажымас қайрат, жалынды жігер, ұжымда айнымас береке бірлік тілеймін. Әрдайым жасампаз еңбектің жарқын үлгісін көрсетіп, үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Мереке құтты болсын, ардақты мұнайшы ағайын. Қадірлі мұнайшылар, құрметті әріптестер, баршаңызды Маңғыстау мұнай-газ компаниясының 60 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Бұл алғаш мұнай атқылаған Жетібай, Қазыналы Қаламқас секілді 36 кен орнын басын қосқан іргелі кәсіпорын және де киелі Маңғыстау өңірінің мұнай-газ саласының көшбасшысы. Бүгінде Маңғыстау мұнай-газ ел экономикасының қарқынды дамуына зор үлес қосып отыр. Компанияның осы жылдардағы жетістігі мұнайшылардың қажырлы еңбегінің жемісі екенін жақсы білеміз. Біздің басты байлығымыз білектің күшімен, біліктің қуатының арқасында жер қойнауының ел қазынасын өндіріп жүрген мұнайшылар. Қамқа Үмбеталина, Қайыр Қыдырбаев, Салтанат Балғынбаев, Виктор Нечаев, Николай Скороход, Мырзабек Оңғалбаев, Ләззат Қиынов сияқты сала майталмандары салып кеткен сара жолды бүгінгі ұрпақ абыроймен жалғастыруда. Расында да жер байлығын барлау, игеру, дамыту зор қажыр қайратты, білім мен табандылықты талап етеді. Қадірлі әріптестер, мерейлі мереке құтты болсын. Ел игілігінен жарар істеріңіз нәтижелі болып, еңбектеріңіз жана берсін. Әрқайсыңыздың отбасыларыңызға амандық пен бақ береке тілеймін. Расында да Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамы Маңғыстау мұнай өнеркәсібінің қара шаңырағы деген лебіз сәті түскенде айтыла салған әдемі тіркес емес, ақиқаттан ауытқымай төте табылған тұшымды сөз. Абыз Әбіштің аузынан шыққан ұйқыдағы арудың оянуы деген тәтті тәмсіл осы өлкенің түлеуі тұсында дәл айтылған ләм болса, сол тұжырымның туына да себеп болған іргелі мұнай мекемесінің тарихи ізбасары бүгінгі біз білетін Маңғыстау мұнай-газ.
Әлқисса 1961 жылы Жетібайдың төсінен мұнай бұрқаға атқылаған соң талайғы түбектің жаңа тарихы басталып, аты жаһанға жайылып кете барды. 1963 жылы Маңғыстау түбегіндегі мұнай өндірісін басқару үшін Маңғышлақ мұнай мекемесі құрылады. Жаңа құрылымға Жетібай мен өзенінің ойындағы мұнай кәсіпшілігінің жұмысын ұйымдастыру жүктеледі. Маңғыстау мұнай-газдың бізге мәлім классикалық тарихы осы мекемеден бастау алады. Үкімет тарап кеткеннен кейін өндірістік байланыстар производственный барлығы үзілді, күйреді. Біздің мұны шығаратын өзімізде заводтар болған жоқ. Жалғыз ғана завод, Гүректегі және перерабатывающий завод, ол соғыстың алдындағы салынған нәрсе. Көптеген өндірістік үзілістер, күту. Тек қана соланы 1997 жылы, 96 жылдар үкіметте уже шаруға жүрді. Жұмыстар қалай жағдай түзетуге болады. Бұны біздер инвестиция жасауымыз керек. Соған байланысты көптеген желающий келгісі келген шетелдік мекемелерді инвестицияға тартты. Соны және инвестиция салғаннан кейін, көптеген жаңа технологияларға іске қосқаннан кейін өндірістің саласы дами бастады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қиындықтарды еңсерген Қазақстан экономикалық жағдайы тұрақтана бастаған соң түрлі салаларда ұлттық компаниялардың көбеюіне, олардың дамып жетілуіне жағдай жасады. Ұлттық экономиканың драйверіне айналған салаға айрықша назар аударудың нәтижесінде отандық мұнай-газ өндіру бағытында техникалық әлеуеті мен қаржылық мүмкіндіктері әлемдік мұнай бизнесіндегі алыптардан олқы соқпайтын ірі компаниялар шоғыры қалыптасты. Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамы көптеп тартылған отандық және шетелдік инвестициялардың әсерінен өте шапшаң дамып келе жатқан Маңғыстау өңірінің маңдайалды мұнай компаниясы. Қазақстанның батыс өңірінде өндірілетін жалпы мұнай өнімдерінің 31%, республикалық өндірістің 9% дәл осы Маңғыстау мұнай-газдықтардың еншісінде. Соңғы 5 жылдықтағы көрсеткіштерге тоқталатын болсақ, 2017-2019 жылдардан бері компания бойынша жалпы қарқынды жұмыстар жүргізілді. Маңғыстау мұнай-газ компаниясы бойынша мұнай өндіру көлемі 6 миллион 400 мыңнан астам көрсеткішке дейін жеткізілді. 2019-ның қорытындысы бойынша 2020-21 жылдары белгілі себептер бойынша шектеулер болды. Мұнай өндіру бойынша геологиялық техникалық іс-шараларды уақытылы және тиімді орындау арқылы жалпы 22 жылдың қорытындысы бойынша 6 миллион 97 мың тонна мұнай өндірілді. 2021 жылғы мұнай өндіру көрсеткішінен 210 мың тонна артық өндірілді. 1961 жылдың 5 шілдесі Маңғыстау үшін ғана емес күллі Қазақстан үшін тарихи күн. Бұл Жетібайдың төсінен мұнай бұрқағының аспанға атқылаған күні. Маңғыстаудың мұнай дариясының бастауы табылған Ақжолтай күні еді. Бүгінгі таңда осы 14 месторождение бойынша, кен орны бойынша жалпы алынатын мұнай қоры 167 миллион 442 мың болған. Қазіргі таңда соның 108 миллион 717 мың тонна мұнай өндірілді. Енді алдағы уақытта 58 миллион 724 мұнай қоры бар, алдына жақ. Бір айта кететін зат, ол 2009-дан бастап осы Жетібай кен орнына, Жетібай мұнай-газ өндірістік басқармасында мұнай қорын өндіру жылдық тапсырмадан жыл сайын тек ілгерілеп, жоғарылап бардыр. Айтып өтсек, мысалға 2009-да 1 миллион 510 мың мұнай өндірсек, бір жылда. Қазіргі таңда, мысалы, 2 миллион 513 973 күн едәуір 40% үстіне жоғарылап көрсеткіш көтерілді. Жетібайдың төсінен алғаш мұнай шыққан күннен бастап бүгінге дейін 108 миллион тоннадан астам мұнай өндіріліпті. Жетібайлық мұнайшылардың бірнеше буыны тер төккен 60 жылдан астам уақыт ішінде осынша көлемдегі қара алтын Қазақстан қазынасына құйылған. 2022 жылдың 1 шілдесінде Жетібайда тарихи оқиға тіркелді. Дәл осы күні жетібайлық мұнайшылар бір тәулікте өндірілген мұнай көлемін 7000 тоннадан асырды. Бұндай көрсеткіш соңғы рет 1981 жылы ғана тіркелген екен. Былтыр 22 жылы өте жоғары көрсеткіш көрсетіп, мұнайдың деңгейі жаңа айтқан 2 миллион 513 мыңға еткізіп, соның
нәтижесінде бір мақтанып айтатындай, бұл Жетібай мұнай-газ өндірістік басқармасы 1981 жылы жеткізген көрсеткішке жеткізіп, және содан 7 миллион содан асырып 7 миллион 500-ге тәулігіне мұнай өндірді. Мұнай өндіру көлемін ұдайы арттыру мен өндіріс көлемін жаңа инновациялық шешімдер арқылы көбейтіп отыру уақыт талабы. 1999 жылы Қазақстанда тұңғыш рет Жетібайда жүзеге асқан қабаттағы мұнай көздерін үлкен қысыммен жару тәсілі осының айғағы. Қолданыстағы 20 жылдан астам уақыт ішінде бұл әдіс өзінің өндірісте оңтайлы әрі тиімді әдіс екенін анық аңғартты. Бұл әдіс бізде Қаламқаста 2003-тен бері қолданылып келеді. Жылына орта есеппен 75-80 скважинге жұмыстар жүргіземіз. Биылғы бірінші жартыжылдықтың нәтижесі бойынша 40 скважинде осы қабатты сұйықпен жару әдісі қолданылды. Соның арқасында 23.280 тонна мұнай алдық. Бұл дегеніміз жоспарланған межеден 8.000 тоннаға артық. Бір ұңғыға шаққанда 5-6 тонна тәулігіне мұнай алып отырмыз. Осы 40 ұңғыдан. Қаламқастан мұнай шыға бастағалы жарты ғасырға жуық уақыт өтті. Тартылған теңіздің табаны, балшығы бауырмал мұндай жерден мұнай өндіру оп-оңай шаруа емес әрине. Алайда 45 жылдан бері Қаламқасқа шелектеп төгілген тердің өтеуіне 172 миллион тоннадан астам қара алтын қазақ қазынасына құйылыпты. Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамына қарасты мұнай кен орындары ішіндегі өнімділігі ең жоғарысы да осы Қаламқас. Мұнда қазіргі таңда жылына 3,6 миллион тонна мұнай өндіріледі. Бұл жалпы компаниялық өндірістің 65% деген сөз. Кен орнының баланстық қоры 660 миллионды құрайды. Оның ішінде өндіруге болатыны 241 миллион тонна. Кен орны өзі 1979 жылы ашылған. Алғашқы бірінші миллион тоннасы 1980 жылы өндірді. 2019-да 150 миллионға жетті. Өнім қазіргі таңда 170 миллион тонна өндіріп отырық. Бүгінгі таңда мұнай өндіру ұңғыларының саны 2230 ұңғыма, су айдау ұңғысы 677 саны, газ өндіру ұңғылары бар, 25 жасап тұрғаны. 2023 жылға бекітілген мұнай өндіру жоспары 3.603.387 тонна. Бірінші жартыжылдықтың орындалуы 1.778.240 тонна. Кен орнында мұнай өндіру үшін жаңа технологияларда қолданылуда. Атап айтқанда полимерлік ерітінділерді айдау технологиясы бойынша биылға 2 жаңа аймақ таңдалып, қазір іске қосу жұмыстары жүріп жатыр. Бұл сандар алдамайтын айғақ, білім мен тәжірибе, жоғары кәсібилік ұштасқанда бағынар биік меже. Қаламқас мұнайшыларының қажыр қайраты мен ортақ мүддеге бірге жұмылған ұжымдық жұмысының арқасында жүзеге асқан күрделі жобалар мен қомақты нәтижелер. Қаламқастың тарихы, бұл мыңдаған мұнайшылардың тарихы. Қаламқастың жетістіктері тынымсыз тер төккен мұнайшылардың бірнеше буынының жетістіктері. Саналы ғұмырын мұнайды барлау мен өндіру секілді қиын салаға арнаған мыңдардың ортақ жеңісі. 1,1 миллиард тонна. Бұл Маңғыстау мұнай-газдың барлап үлгерген мұнай қоры. Жалпы кез келген үлкен компанияның нарықты барлау, ондағы мүмкіндіктер мен тәуекелдерді ұдайы бақылап отыруы келешектегі үлкен нәтижелердің кепілі. Маңғыстау мұнай-газ компаниясында да барлау, яғни қосымша барлау жұмыстары жоспарлы және кешенді түрде әр жылда атқарылып келеді. Соның аясында үлкен жұмыстардың бір нәтижелерге қол жеткіздік деп айтуға болады. Бірнеше кен орындарда мұнай қорымыздың көлемі өсірілді. Қаламқас кен орны 2 бастапқы негізгі кен орындардың біреуі болып табылады. Сол кен орны бойынша жалпы 22 жылдың қорытындысы бойынша бізде жаңадан 3D сейсмикалық жұмыстардың қорытындысы, жаңадан қазылған баварлау ұңғымаларының қорытындысы бойынша оң нәтижеге жеткізіліп, біздің алынатын қордың көлемі 32 миллион тоннаға дейін өсірілді. Кен орнының өмірін ұзарту, ары қарай стратегиялық бағытта дамуға үлкен үлес. Маңғыстау мұнай-газ 60 жылға арқау болған өз тарихында 281 миллион тонна мұнай өндіріпті. Осынау асқақ нәтиженің артында мұнайшылардың орасан еңбегі тұрғанын айту парыз. Ел басынан өткен қандай қиын кездерде де
тұрақты нәтижемен биіктен көріну бұл Маңғыстау Мұнайгаздың үлкен ұжымының ортақ жеңісі. Бүгінгі таңда Маңғыстау Мұнайгаз компаниясы бойынша барлық кен орындардың мұнай қоры көлемі 30 миллионға жуық. Яғни біз компания бойынша жылдық көрсеткіш 6 миллион 200 мың айналасында мұнай өндіру көзделіп отыр. Оны интеграциялай отырып, яғни сонымен қатар мұнай қорының өсу потенциалын есепке алатын болсақ, бұл көрсеткіштер яғни компанияның әлі де 30 жылдан астам тұрақты мұнай өндіруге және тұрақты дамуына мүмкіншілігі бар екенін көрсетеді. Қазмұнайгаз системасындағы өзімнің ойымша Маңғыстау Мұнайгаздағы ең үздік ұжымдық шарт болып саналады деп есептеймін. Себебі бізде көп компаниялармен салыстырғанда жылдың қорытындысы бойынша жылда былтырғы мұнайымыздан артық мұнай тапқан жағдайда 3 бонус дейміз бар. 3 бонус дегеніміз әр жұмысшыға бір окладтан қосымша жалақы төленеді деген сөз. Өткен жылда біз өте жақсы көрсеткіштермен орындадық. Әр жұмысшымыз 13-ші жалақы деп айтамыз. Сыйақыдан бөлек тағы 3 қосымша жалақы тапты. Бұл біздің жұмысшыларымыздың әлеуетін едәуір жақсартты деп есептейміз. Қазмұнайгаз бойынша тек қана Маңғыстау Мұнайгазда бізде мерекеге 50 МРП-дан 5 мерекеге қарастырылған. Биылға мына компаниямыздың 60 жылдығына байланысты оған қосымша тағы бір 50 МРП қосылды. Биыл бұйырса біздің жұмысшыларымыз биыл 6-аумен аяқтайды деп есептейміз. Алға қойылған экономикалық мақсаттармен қатар Маңғыстау Мұнайгаз әлеуметтік жауапкершілікті де назардан тыс қалдырған емес. Күні бүгін өңірдегі мұнайгаз компаниялары арасында жұмысшыға ең жақсы әлеуметтік артықшылықтар ұсынып отырған компанияда осы Маңғыстау Мұнайгаз. Өндіріс орнындағы вахталық қалашық, жұмысшылар жатақханасы, асхана мен спорт залдар, кітапхана мен мәдениет ордалары, таза, кең, заманауи жабдықтардың керек жарақтың бәрі осында. Мұнайшылардың өздеріне Қазақстанның ең үздік санаторийларына жолдама ұсынылады. Ал олардың балалары облыстағы республикамыздағы ең таңдаулы лагерлерде демалады. Енді бұл жердегі шептік мекемеміз Маңғыстау Мұнайгаз мекемесі ғой. Елдік шаруа болғаннан кейін біз сол шептік мекемеге жүгінеміз. Осы Маңғыстау Мұнайгаз мекемесінің тарапынан үлкен осы жергілікті халыққа, өңіріміздің дамуына үлес қосуы ерекше зор деп айтуға болады. Бұрыннан қалған Жапатай мола болады. Сол жерге 63-ші жылы осы Мешітбай атамыз жерленеді. Осы Жетібай мұнайымен бірге осы құрдас осы Мешітбай қауымы құрылған. Маңғыстау Мұнайгаз мекемесінің басшысы Мұрат Мұстапаев пен Нұрпейіс Сәрсенбай осы келіссөз жүргізіліп, Маңғыстау Мұнайгаз мекемесінің басшылығында үлкен жиналыс өткізілді. Осы жерге түнеухана, тас жол, тоқ желісі және де осы ғибадатханамыз бар. Осы жерге қазандық неше түрлі өзіміз сол жобада көрсетілгендей қызмет атқарысуға ұйғарып, қазіргі таңда осы қызметіміз басталып кетті. Жетібайдағы Мешітбай қауымына жасалған қамқорлық, өліге деген құрмет компанияның бұл бағыттағы алғашқы жұмыс емес. Қаламқас кен орны тұрған Маңғыстау ауданының аумағындағы белгілі қауымдардың барлығы дерлік қоршалып, қажет жеріне қамқорлық пен күтім жасалды. Ал Қаламқас кен орны атын алған Қаламқас апамыздың басына айшықты кесене орнатып, қасына түнеухана салдырып, жан-жағын абаттандырып қойғанда осы Маңғыстау Мұнайгаз. Бүгінде Қаламқастағы әр өндірістік бөлімше апаның ақ кесенесіне барып, садақа беріп, дұға бағыштап тұруды бұл жұмас дәстүрге айналдырған. Шебір дейтін жерде Досаев Сейтмұхамбет дейтін немере әкеміз тұрады деді. Сосын мен әкемізден ерте қалып қойдық. Сол кісіден бір күн соққанымда айтқанмын, сол Қаламқаста жұмыса біздің ата Қаламқас дейтін ата қонысымыз. Сосын жерде айтты, ол жерде ата бабаларымыз жатыр біздің. Әрі-бері өткен сайын дұғаңды оқып, соғып өт басыда деп, елеу жібі жатыр деп сөйдеген. Соны тағы бір соққанымда айтты. Шырағым, бір жағдайың болып жатырса, соның басында бір баспана бола ма, ықтысым бола ма, жағдайыңа қарап сасасын деген. Сол есте қалған бір бұның сәті 99 жылы сәт түсіп, сөйреден істі бастағанбыз. Қазір Қаламқас соны қамқорлығына алып отыр. Жақсы, таза көңілге қонады. 2009 жылы Ұзақбай Каравалин, Мұрат Құрманбаев бастап, осы мына Қаламқас әулиесіне
басына кесене тұрғызды. Сосын 10 жылдық садақасы берейін деп жатыр едік. Сол уақытта бәріміз бірге бердік сөйтіп. Жақсы болып салынды кесене. Қаламқас жеріндегі жұмысшылардың инициативасы жақсы, күшті. Қамқорлық алып отқанда солар. Соңғы кездерде әртүрлі қиындықтарға байланысты мекемеде мораторий дейтін болған, жұмысшыға алмайтын. Бірақ жергілікті азаматтардың араласуыменен, үлкен халықтың қолдауыменен, сұранысыменен соңғы 1-2 жылда сол мораторийді алып, қазір сол жұмысқа қабылдау бастады. Сол Маңғыстаумұнайгаздың орналасқаны 2 аудан, Маңғыстау ауданы мен Қарақия ауданы. Сол 2 аудан екеуіне де тең дәрежеде бөліп отыр. 22 жылы 112 адамды осы Маңғыстаумұнайгаз жұмысқа алды. Биыл да сол көптеген адамдарды жұмысқа алып жатыр. Ең жұмысқа алып жатырғанда арнайы комиссия бар. Солардың ішінде жағдайлары қиын, бір үйде ешқандай жұмыс жасамайтын адамдарды алып жатыр. Осы басталған іс тек уақытша болмай жалғаса тапса екен. Маңғыстауда отырған әрбір қазақтың үйінен, халықтың үйінің бір баласы осында Маңғыстаумұнайгазда жұмыс жасаса екен, халықтың әл-ауқаты артса екен дейміз. Бүгінгі мерекемен барша мұнайшыларды, Маңғыстаумұнайгаз басшылығын, соның ішінде жүрген халыққа болсын деп жүрген азаматтарды елдің атынан, халықтың атынан шын жүректен құттықтаймын. Құрметті әріптестер, қымбатты достар, ардақты ағайындар. Сіздерді Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының 60 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Бұдан 60 жыл бұрын Маңғыстау мұнай дәуірінің бастау бұлағы болған Жетібай мұнайгаз кенінің ашылуы Маңғыстау өлкесі өмірбаянының жаңа және жарқын беттерінің ашылғанының белгісі болды. Осыдан кейін аймақтың өнеркәсібін кең көлемде игеру басталған болатын. Өндірілген әрбір тонна мұнайдың, әрбір текше метр газдың артында мұнайшылардың бірнеше ұрпақтарының қажырлы еңбегі, олардың жұдырықтай жұмылған бірлігі мен кәсіби шеберлігі жатыр. Компанияның басты байлығы ол қызметкерлері. Сондықтан біз экономикалық міндеттерді шешумен қатар өз жұмысшыларымызды әлеуметтік қолдау бағдарламаларының тиімділігін арттыруды жалғастыра береміз. Бүгінгі Маңғыстаумұнайгаз жоғары білікті маман қызметкерлері бар, ынтымақ жарасқан тату ұжым. Бұл нағыз өз істерінің шеберлерінен құралған бірлестік. Әрқашанда жасампаз еңбектің жарқын үлгісін көрсетіп, тәуелсіз қазақ елінің қарыштап даму үшін қажырлы үлестеріңізді қосып отырғандарыңызға алғысымыз шексіз. Барша мұнайшыларға денелеріне саулық, отбасыларына амандық, еңбектеріне жеміс тілеймін. Мекемеміздің мерейтойы құтты болсын, ағайын. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души поздравляю с большим юбилеем, 60-летний юбилей акционерного общества Маңғыстаумұнайгаз. Желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, новых достижений и успехов в работе. В юбилейный год, в первую очередь, слова особенно благодарность хочется сказать нашему ветеранам производства. И сегодня нефтяники Маңғыстаумұнайгаз достойно продолжают традиции, заложенные ветеранам. Сегодня Маңғыстаумұнайгаз – это сплоченный, дружный коллектив. Это компания настоящих профессионалов. И несомненно, что в биографии нашей компании будет еще много ярких страниц, заполненных новых именем и заслуженными наградами и большими победами. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от всей души поздравляю, желаю крепкого здоровья, мирного неба над головой, новым достижений и успехов в работе. Биыл біздің компаниямыз үшін өте елеулі жыл болып отыр. Себебі Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының құрылғанына аттай 60 жыл толып отыр. Сонау 1960 жылдың қараша айында Маңғышлақ нефт өндірістік бірлестігі болып өзінің іргетасын қалаған кәсіпорнымыз қазіргі таңда тәуелсіз Қазақстандағы ең үлкен көшбасшы кәсіпорындарының біріне айналды. Осыған байланысты Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының барлық мұнайшыларын, оның ішінде осы кәсіпорынның дамуына өте көп еңбек сіңірген ардагер аға-апаларымызды, және қазіргі таңда еңбек етіп жатқан мұнайшы әріптестерімді осы мерейлі 60 жылдық тоймен құттықтағым келеді. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін, табыс тілеймін.
өзіміздің ұжымымызға береке бірлік тілеймін. Мұнайымыз көбейе берсін, экономикамыз алға дами берсін, мерейтойымыз құтты болсын. Құрметті әріптестер, қадірменді мұнайшылар, сіздерді Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының 60 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Маңғыстаудың қара алтынын игеруде сан қилы қиыншылықтарға мойымай, бір отбасының балаларындай қаламқас жетібай кен орнында қызмет етіп жүрген әріптестерімізге тілейтініміз, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға береке бірлік, еңбектеріңізге толағай табыс, алар асуларыңыз биік, көрер қызықтарыңыз мол болғай дегім келеді. Ел экономикасын дамытуға қосып жатқан сүбелі еңбектеріңіз еселене берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, мұнайымыз көп болғай. Мерейтой құтты болсын. Ай ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ демекші, жер ананың берген осынау ризық несібесте барша маңғыстаулықтарға ортақ дегім келеді. Олай болса, осынау мерейлі сәтте біздің барша әріптестерімізбен қоян қолтық қызмет жасап жатқан, біздің барша осы дүбірлі мерекенің көрігін қыздырып жатқан мердігер ұжымдарды, Oil Service Company ұжымындағы бұрғышылар мен жөндеуші операторларды, Маңғыстау энергия мұнай мекемесіндегі энергетиктер мен монтерлерді, Oil Construction Company мекемесіндегі құрылысшылар мен монтажшыларды, Oil Transport Corporation мекемесіндегі автокөлік жүргізушілерін, сонымен бірге Мұнай Телеком мекемесіндегі автоматика мен байланыс саласының барлық қызметкерлерін Маңғыстаумұнайгаздың 60 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қадірлі әріптестер, құрметті Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының ұжымы, бүгінгі үлкен белес, мерейлі мереке ұзағынан сүйіндірсін, той қаласын. Қарашаңырақ Маңғыстаумұнайгаз өлкеміздің ең байырғы әрі ең заманауи ұйымдарының бірі. Осы үлкен жүйенің бір жағында, яғни қызмет көрсету жағында келе жатқан іргелес ұжым Oil Service Company мекемесі атынан құттықтауымызды қабыл алыңыздар. Біз бірге қызмет етіп келе жатқан көптеген жылдар ішінде біте қайнасып Маңғыстаумұнайгаздың бір бөлшегіне айналдық. Бұл біз үшін үлкен мәртебе және зор жауапкершілік. Қадірлі әріптестер, 60 жылдық мерейлі белесті абыроймен бағындырып, кейінгі буынға үлгі болған үлкен мекемеге алдағы жылдары да жарқын болсын деген тілек айтамын. Ортақ отанымыз Қазақстанның даму жолында ынтымақтаса еңбек ете берейік. Мереке құтты болсын мұнайшылар. Акционерлік қоғам Маңғыстаумұнайгаз қоғамда болып жатқан әртүрлі қиындықтарға қарамастан, экономикалық нарық трендтердің әсерлеріне қарамастан, еліміздің мұнай саласындағы, мұнайлы өндіріс саласындағы флагманы бола алды. Көп жылдық өркендеу бағытында, сонымен қатар мұнай саласы процестерін энергиямен қамтамасыз ету, оның тұрақтылығы мен ерекшеліктерін қамтамасыз етуде Маңғыстау энергия мұнай мекемесі, оның ұжымы осыған өзінің үлесін салып атқанына өте жауапкершілікпен қарап мақтаныш етеді. Құрметті Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғам ұжымы қызметкерлері, сонымен қатар Мұнай сервис компаниясының қызметкерлері, баршаңызды бүгінгі қос мереке мұнайшылар күні, сонымен қатар Маңғыстаумұнайгаздың 60 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Құттықтай отырып сіздерге отбасыларыңызға аманшылық, дендеріңізге саулық, еңбек майданында әрқашанда жетістіктерге жете беруіңізге тілектеспін. Маңғыстау энергия мұнай мекемесінің атынан ізгі ниетпен. Бала кезімізде көбіміз ғарышкер болуды армандадық. Өйткені қаһарман болудың төте жолын осы деп ұқтық. Кейін есейе келе елге қызметтің ғарышқа ұшудан басқа да түрлері толып жатқанын көрдік, білдік. Күнделікті жұмыстағы кездескен қиындықтарды еңсеріп, ердің ері ғана төтеп бере алар ауырлықтарды бағындырып, маңдайынан тамған әр тамшы тері Қазақстанның дамуы жолына сіңіп жатқан Маңғыстаумұнайгаз мұнайшылары, міне, бұлар нағыз қаһармандар. Ендеше, тойларыңыз тойғаласын, қаһармандар. Мерекелеріңіз құтты болсын.